Түркияда Қазақстанға бет алған террорист қолға түсті. Серхат Өзелдің қолында Иран азаматының жасанды төлқұжаты болған. Түркияның барлау басқармасының қызметкерлері терроризмге қарсы қызметпен бірлесіп, Стамбул әуежайында Кендал Нумат Ахмет атымен танымал белгілі террорист Серхат Өзелді қолға түсірді. Жарияланымда хабарланғандай, Серхат Өзел Күрдістан жұмысшылар партиясы террористік ұйымының көшбасшысы Дуран Калканның оң қолы болып есептелінеді. Калханға азаматтық тұлғаларды өлтірді деген айып тағылған. ақш билігі оның жүрген жерін хабарлаған адамға $3 миллион сыйақы жариялаған. Серхат Өзелдің қолында Иран азаматының жасанды төлқұжаты болған. Осы төлқұжатпен ол Қазақстанға ұшып кетпек болған. Күрдістан жұмысшылар партиясы көптеген елде террористік ұйым болып есептелінеді. Ол 1970 жылдары Түркияның оңтүстік шығысында этникалық күрдтер орналасқан аумақтың тәуелсіздігі үшін күресетін ұйым ретінде құрылған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.